Сәлем, достар, әлемде талай қызық бар, сіздермен қызық ақпаратты бөлісетін мен Дархан. Бүгін әлемдегі ең қауіпті жанартаулар туралы айтатын боламыз. Сіз әлемдегі ең қауіпті жанартау қайда екенін білесіз бе? Бұл сұраққа ойланып қалатыныңыз анық. Олай болса, біз бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең қауіпті жанартауларды ұсынатын боламыз. Әлемдегі ең қауіпті жанартаулардың бірі Италиядағы Этна жанартауы. Бұл жанартау Еуропадағы ең биік әрі қауіпті жанартаулардың бірі. Италия тарихында бұл жанартау Сицилия тұрғындарына қауіп-қатер төнгізгендігі арқылы белгілі. Этна жанартауы 3 айда бір рет атқылап тұрады. 2008 жылдың соңына таман атқылаған лава бірнеше жылға созылды. Жанартаудан атқылайтын лавалар бірнеше шақырымға созылып, сол жерде үлкен шлак болып қатып қалады. Оның өсімдіктерге тигізер зияны өте көп. Себебі өсімдіктер қайта өсіп шығу үшін 50 жылдай уақыт керек. Дегенмен де тауда өсімдіктер баршылық. Таудың етегіндегі топырақ өте құнарлы болғандығына байланысты мұндағы халық бұл жерден көшіп кетуге асығар емес. Мұнда әлемдік деңгейдегі шарап өндіретін 100 алқап орналасқан. Этна жанартауы қаншалықты қауіп-қатерлі болғанмен, мұндағы келетін халықтың санында шек болмайды. Келесі әлемдегі ең қауіпті жанартаулардың бірі Мерапи жанартауы. Мерапи жанартауы әлемдегі ең қауіпті жанартаулардың бірі. Бұл тауда ұсақ-түйек атқылаулар жылына бір рет, ал үлкен деңгейдегі атқылаулар 7-8 жылда орын алады. Ал мұнда келетін туристер тек жанартауды көру үшін емес, сонымен қатар оның баурайында орналасқан ежелгі ғибадатханаларды көруге де асығады. Солардың бірі ЮНЕСКО ұйымының тізіміне енген Прагбанан ғибадатханасы. Ал әлем бойынша халық көп шоғырланған жерде орналасқан жанартау Попокатепель жанартауы. Попокатепель жанартауы Мексикадағы ең үлкен жанартаулардың бірі. Сонымен қатар ол Мексиканың астанасына жақын орналасқан. Мұндағы ең үлкен атқылау 2000 жылы орын алды. Попокатепель сөзі грек тіліне аударғанда тұтанған тау деген мағынаны білдіреді. Бұрын бұл тауды сөнген тау деп атаған. Алайда Попокатепель тауы өзінің қайратын сан мәрте дәлелдеді. Соның арқасында халық оны қастерлейді. Таудың етегіндегі топырақ құнарлы болғандығына байланысты мұнда жүгері алқаптары өте көп. Ал әлем бойынша тағы да ең қауіпті жанартаулардың бірі Серра жанартауы. Серра жанартауы теңіз деңгейінде 1000 метр биіктікте орналасқан. Мұндағы ең қауіпті атқылау 2005 жылы орын алған. Жанартауды тамашалап жүріп, сіз атпен қыдыруға мүмкіншілігіңіз бар. Бүгінге кездескен қызық ақпараттарымыз осы, біздер дайым көріп жүріңіздер.